Бірінші есеп. Көбейтудің үйлестірімдік қасиетін пайдаланып, өрнектерді ықшамдап есептеңдер. 32 көбейтілген 14 қосылған 14 көбейтілген 68. Бұл жерде біздер 14-ті жақшаның сыртына шығарамыз, 32 мен 68-ді қосамыз. 32 мен 68-ді қоссақ 100 болады, 14-ті 100-ге көбейтсек 1400 шығады. 27 көбейтілген 58 қосылған 58 көбейтілген 73. Бұл жерде біздер 58-ді жақшаның сыртына шығарамыз, 27-ге 73-ті қосамыз 100 болады, 58-ді 100-ге көбейткенде 5800 шығады. 83 көбейтілген 25 азайтылған 73 көбейтілген 25. 25-ті жақшаның сыртына шығарамыз, 83-тен 73-ті азайтамыз 10 болады, 25-ті 10-ға көбейткенде 250 шығады. Төртінші есеп. 94 көбейтілген 12 азайтылған 44 көбейтілген 12. 12-ні жақшаның сыртына шығарамыз, сондықтан да 94-тен 44-ті азайтамыз 50 болады, 50-ді 12-ге көбейткенде 600 болады. 870 көбейтілген 4 қосылған 4 көбейтілген 130. 4-ті жақшаның сыртына шығарамыз, 870-ге 130-ды қосамыз, ол 1000 болады, 1000-ды 4-ге көбейтеміз, 4000 шығады. 1613 көбейтілген 7 азайтылған 613 көбейтілген 7. 7-ні жақшаның сыртына шығарамыз, 1613-тен 613-ті азайтамыз, 1000 болады, 1000-ды 7-ге көбейткенде 7000 шығады. 92-ші есеп. Қосудың қасиеттерін пайдаланып, өрнекті ықшамдандар. 9 қосылған А қосылған 11. 9-ға 11 қосылғанда 20 болады, 20 қосылған А деп жазамыз. 16 қосылған Б қосылған 4. 16-ға 4 қосамыз 20, 20 қосу Б деп жазамыз. А қосылған 17 қосылған 23. 17-ге 23-ті қосамыз 40 болады, А қосылған 40 деп жазамыз. Б қосылған 22 қосылған 18. 22-ге 18 қосамыз 40 болады, Б қосылған 40 деп жазамыз. 18 қосылған X қосылған 12. 18-ге 12 қосамыз 30 болады, 30 қосылған X деп жазамыз. 43 қосылған Y қосылған 57. 43-ке 57 қосқанда 100 болады, 100 қосылған Y деп жазамыз. 93-ші есеп. Көбейтудің қасиеттерін пайдаланып, өрнекті ықшамдандар. Коэффициентін анықтаңдар. 4-ті 5-ке көбейтеміз 20, 20 көбейтілген А деп жазамыз. 8Б көбейтілген 3, 8 3 көбейтеміз 24, 24 Б деп жазамыз. 5С көбейтілген 2, 5-те 2 көбейткенде 10, 10С деп жазамыз. Y көбейтілген 3 көбейтілген 16, 3-ті 16-ға көбейтеміз 48, 48 көбейтілген Y деп жазамыз. X көбейтілген 5 көбейтілген 8, 5-те 8-ге көбейткенде 40 шығады, 40 көбейтілген X деп жазамыз. Z көбейтілген 6 көбейтілген 11, 6-ға 6-ны 11-ге көбейтеміз 66, 66 көбейтілген Z деп жазамыз. 9 көбейтілген 7 көбейтілген 3, ол бізде 189, 189 көбейтілген А деп жазамыз. 12 көбейтілген 5Б көбейтілген 4, 12-ні 5-ке көбейткенде 60, 60-ты 4-ке көбейткенде 240 шығады, 240 көбейтілген Б деп жазамыз. 23 көбейтілген 2С көбейтілген 5, 23-ті 2-ке көбейткенде 46, 46-ны 5-ке көбейткенде 230 болады, 230 көбейтілген С деп жазамыз. 94-ші есеп. Көбейтудің үйлестірімдік қасиетін пайдаланып, есепті өрнек құрастырып шығарыңдар. Мәуленнің қояндарын аяқтары бастарының 42-ге көп. Мәуленде неше қоян бар? Бұл жерде қараңыздар, аяқтары болса 4x болады, басы болса тек қана 1x болады. Соларды бір-біріне азайтамыз, сонда 42-ге тең. 4-тен 1 алғанда 3 болады, 3x, 3x тең болады 42. X табу үшін 42-ні 3-ке бөлеміз, 14-ке тең. Мәуленде 14 қоян бар. Екінші есеп. Аулада күшіктер ойнап жүр. Олардың құлақтары аяқтарының 12-ге кем. Аулада неше күшік ойнап жүр? Бұл жерде олардың аяқтары 4x болады, құлақтары 2x болады. Оларды азайтсақ 12 шығады. 4-тен 2 алғанда 2 шығады. 2x тең болады 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 шығады. Аулада 6 күшік ойнап жүр. 95-ші есеп. Өрнекті ықшамдандар. 2x-қа 3x қоссақ 5x болады. 7x-тан 4x азайтсақ 3x шығады. 5y-ға 9y қоссақ 14y болады. 6y-тан y азайтсақ 5y шығады. X-қа 4x қоссақ 5x, 5x-қа 5x қоссақ 10x шығады. 8x-қа 3x қоссақ 11x, 11x-тан x азайтсақ 10x шығады. 10x-қа 7x қоссақ 17, 17-тен 8 алғанда 9x болады. 9-ға 2 қосқанда 11, 11-ден 4 алғанда 7y болады. 96-ші есеп. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар. 7a қосылған 7 көбейтілген 3. 7-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде жақшаның ішінде a қосылған 3 қалады. 16 көбейтілген 5 қосылған 5 көбейтілген b.
Бесті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде 16 қосылған b қалады. 14 азайтылған 14 көбейтілген 3. 14 жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде с азайтылған 3 қалады. 8-ді азайтылған 8 көбейтілген 5. 8-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде d азайтылған 5 қалады. 6a қосылған 6 көбейтілген 3 қосылған 6b. 6-ны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, a қосылған 3 қосылған b қалады. 9-а қосылған 9b азайтылған 9s. 9-ды жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде a қосылған b азайтылған s қалады. 97-ші есеп. Есептің шығару өрнегін құрастырып, мәнін табыңдар. Раушан гүлінен 3 гүл шоғы және қалампыр гүлінен 5 гүл шоғы дайындалды. Ондағы әрбір гүл шоғында а гүлден бар. Раушан гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында неше гүл бар? Қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында неше гүл бар? Раушан гүлінен және қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында неше гүл бар? Мұндағы а тең болады 7. Қараңыздар, 3 гүл шоғы бар деген, оны аға көбейту керек. Әрқайсысы а гүлден болғасын. А көбейтілген 3 деп жазамыз раушан үшін. Қалампыр үшін а көбейтілген 5 деп жазамыз. Так, аның орнына 7 қоямыз. Сонда 7 3 21, 7 5 35 болады. 21-ге 35 қосамыз 56-ға тең. Жауабы раушан гүлінен және қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында 56 гүл бар. Екінші есеп. 90 көбейтілген т азайтылған 50 көбейтілген т немесе 90 азайтылған 50 көбейтілген т өрнектері шешуі болатын есеп шартын құрастырыңдар. Мұндағы 50 км/сағат автобустың жылдамдығы. Қараңыздар, А пунктінен автобус пен жеңіл көлік бір бағытта жолға шықты. Жеңіл көліктің жылдамдығы 90 км/сағат, автобустың жылдамдығы 50 км/сағат. Т сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы қанша болады? 98-ші есеп. Өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар. 7а қосылған 15а. Екеуін қоссақ 23а болады. А-ның орнына 3 қоямыз, 23 көбейтілген 3 тең болады 39. 23b қосылған 16b. 23-ке 16 қосқанда 39 болады. Бұның орнына 8 қоямыз, 39 көбейтілген 8 тең болады 312. 44x азайтылған 18x азайтсақ 26x болады. X-ның орнына 5 қоямыз, 26 көбейтілген 5 тең болады 130-ға. Төртінші есеп. 14y қосылған 33y азайтылған 45y. 14-ке 33-ті қосып, одан 45 азайтқан кезде 2y болады. Y-дің орнына 17 қоямыз, 2 көбейтілген 17 тең болады 34. 52m азайтылған 25m қосылған 45m, ол 72m болады. Так, 72, так, m-ның орнына 9 қоямыз, 72-ні 9-ға көбейткенде 648 шығады. 18n қосылған 34n азайтылған 22n. Бәрін есептесек 30n болады. N-ның орнына 6 қоямыз, 30 көбейтілген 6 тең болады 180 болады. 99-ші есеп. 4 үлкен қорапта және 6 кішкене қорапта барлығы 2 кг 100 грамм кәмпит бар. Кіші қораптағы кәмпит үлкен қораптағыдан 2 есе жеңіл. Кіші қораптағы кәмпит неше грамм? Бұл жерде 4x 6y қосақ 2100 болады. Кіші қораптағы кәмпит үлкен қораптадан 2 есе жеңіл дейді. X тең болады 2 деп жазамыз. Так, енді x-ның орнына 2-ті қоямыз. 4 2 8 болады. 8-ге 6 қосқанда 14 болады. Y табу үшін 2100-ді 14-ке бөлеміз, ол 150 болады. Енді Y бізде 150, ал X-ті табу үшін 2-ні 150 кетеміз, 300 болады. Жауабы кіші қораптағы кәмпит 150 грамм. Так, 100-ші есеп. 1-25-ші суретті пайдаланып есептің шартын құрастырыңдар. Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастырыңдар. Мұндағы А тең болады 188 деп алып, әріпті өрнектің мәнін табыңдар. Қараңдар, Шымкенттен Түркістанға дейін А километр болса, Түркістаннан Қызылордаға дейін одан 90 километр артық. Ол суретте көрсетіліп тұр. Шымкенттен Қызылордаға дейін қанша километр? Сұрақты қоямыз. Олай болса, бізде А километр бар, одан кейін А қосылған 90 километр бар. Так, Аға А қоссақ 2А болады, 2А қосылған 90. А-ның орнына 188 қоямыз. 2-ні 188-ге көбейтеміз, оған 90-ды қосамыз, 466 болады. Жауабы Шымкенттен Қызылордаға дейін 466 километр. 101-ші есеп. Қапшықта 7 килограмм жарма бар.
200 грамм кіртасын пайдаланып, табақшалы таразымен 3 рет өлшеп, 2 килограмм жарманы қалай бөліп алуға болады? 7 килограмм ол 7000 граммға тең. 7000 граммға 200 граммды қоссақ 7200 болады. Оны 2-ге бөлсек 3600 грамм болып кетеді. Сосын 3600 аламыз, 2-ге бөлеміз тағы да 1800-1800-ден бөліп тастаймыз. Енді бізге 2 килограмм керек. Жаңағы 1800-ге 200 граммдық кіртасын қойсақ, бізде 2000 грамм, яғни 2 килограмм пайда болады. Сондықтан да жазамыз. Таразының бір жағына 200 грамм кіртасын және 1800 грамм жарма, екінші жағына 2000 грамм жарма салып, теңестіріп аламыз. Сол кезде бізде 2 килограмм жарманы аламыз. 102-ші есеп. Тізбеде қызыл, көк, жасыл және сары шарлар бар. Ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық, ал жасыл шарлар көк шарлардан 3 есе артық. Сары шарлар жасыл шарлардан 10 шарға кем. Егер тізбеде X қызыл шар болса, онда барлығы неше шар бар? Мұндағы X тима жеті. Қызыл бізде X, көк 2X, жасыл 6X, сары деген 6X айтылған 10 себебі 10 бізде 10 шарға кем деп айтты. Так, 6X қайдан пайда болды? Ол деген 3 есе артық дегесін 2-ні 3-ге көбейттік 6 болды. Енді бәрін қосамыз. Барлығын қосамыз. Қызыл, көк, жасыл, сары бәрін қосамыз. Так, X сарын қосатын болсақ, X-қа 2X қосақ 3X болады, 3X-қа 6X 9X, 9X-қа 6X 15X болады. Айтылған 10. X сонда 7 қоямыз. Сонда 105 айтылған 10 95 шығады. Жауабы барлығы 95 шар бар. 103-ші есеп. Ертедегі есеп. Шаруа ат сатып алу үшін 15 центнер қара бидай сатса 80 рубль жетпейді. Ал 20 центнер қара бидай сатса 110 рубль артық қалады. Шаруа сатып алатын ат неше рубль? Қараңыздар. 20 центнер болса 110 рубль артық қалады дейді. Сондықтан да оны азайту керек болады. 15 центнер болса 80 рубль жетпей қалады. Плюс 80 деп жазамыз. Бұл жерде 22-тен 15X айтатын болсақ 5X қалады. 80-ге 110 қоссақ 190 шығады. 190-ны 5-ге бөлсек 38 болады. Жақсы, енді мына теңдеудің сол жағына немесе оң жағына қайсысына қойсақ та бәрібір. Жаңағы X-ны 38-ді қоямыз. 20-ны 38-ге көбейтеміз. Сосын 760 болады, одан 110 айтқанда 650 болады. Жауабы шаруа сатып алатын ат 650 рубль.